Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазы маман YouTube каналына қош келдіңіздер баршаңыз. Айбар ханым мемлекеттік және мемлекеттен тыс берілетін гранттардың эксперті болып саналады. Қош келдіңіз Айбар ханым. Түсіну керек, грант деген нәрсеге тек қана кәсіпкерлер қатысады. Предприниматели, иә. Кәсіпкер көбейген сайын Қазақстанның экономикасы нығаяды. Мемлекеттен берілетін гранттың екі түрі бар, қайтарымсыз. Ол біріншісі жаңағы жұмыспен қамту орталығы ұйымдастыратын 400 МРП грант. Бір көрген адамға бір қатты көрінетін секілді болып көрінесіз. Мен өте жұмсақпын негізі. Оны жұмсақ екен. Дағдарысқа түскендегі шама 3 күн комадан оянғаннан бар. Осы сұраққа жауап бермей қояйын. Айтатынды айтады. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазы маман YouTube каналына қош келдіңіздер баршаңыз. Бүгінгі біздердің эксперттер таныстыру шеруін бастаймыз. Бүгінгі біздің экспертіміз сіздердің алдарыңызда Айбар ханым. Айбар ханым мемлекеттік және мемлекеттен тыс берілетін гранттардың эксперті болып саналады. Қош келдіңіз Айбар ханым. Рахмет, қош көрдік. Ал Айбар ханым, бүгінгі сұхбаттың сізге жалпы ережесін түсіндіріп кетейік. Жалпы 30 сұрақ болады. Ол 30 сұрақтың ішінде сіздің жеке өз басыңызға арналған сұрақтар болуы мүмкін. Жұмысыңызға, эксперттілігіңізге және қазіргі таңда халыққа беріп жатырған жұмысыңыз ретінде сұрақтар болады. Бүкпе шүкпесіне дейін қалдырмай жауап берсеңіз, ашық сұхбат болса, бұл сұхбат бір әдемілік көрсету, әшкерлік көрсету емес, жалпы күнделікте сізбен менің ортамыздағы әңгімеміз секілді, өйткені дұрыс деп ойлаймын, өйткені біз сізді халыққа таныстыруымыз керек. Біздің миссиямыз осы, мақсатымыз осы. Және сол 30 сұрақтың ішінде 2 сұраққа сіз жауап бермеуіңізге өзіңіздің мүмкіндігіңіз бар. Жауап бермейтін болсаңыз, мен бұл сұрақты жауап бермеймін деп айта қойсаңыз болды, біз ары қарай келесі сұрақтарға көшетін боламыз. Дайынсыз ғой? Түсінікті, жақсы. Жақсы, кеттік. Ендеше Айбар ханым, біздің бүгінгі бірінші сұрақ, осы жақында мен сіз туралы бір сторис салғанда Айбар ханым деп белгілеп кеткенде, менің жолдас балам күліп жіберіпті, оның есімі Айбар. Сен Айбар дегенде Айбара деп шатыстырып алдың ғой деген секілді. Сіздің жалпы есіміңізді кім қойды және неге Айбара, сол туралы бір қысқаша айтып жіберсеңіз. Қайырлы күн қазақ елі. Осы сұхбатқа келгеніне өте қуаныштымын десем болады. Жанболат мырза, сіздің шақыруыңызға рахмет. Расында да сондай бір интригующий болайын деп тұр енді. Айбара деген есім менің жалпы ата-анам бірінші ұл күткен екен. Жалпы ұл деп айтқан екен, енді ол заманда бір 89-90 жылдар сол УЗИ ұл деп көрсеткен көрінеді. Соның аяқ астынан енді роддомға барса, енді қыз болып қалған да мен. Басында әкеміз жаңағы Айбар деп қоямыз деп ұлдың атын. Ал менің анам өзі орыс тілін пәнін бітірген мұғалім кісі болғандықтан А деген женское окончание деп артына А жалғап солай менің есімім пайда болған екен. Айбара деп. Иә. Айбара, өте қуаныштымын. Так, Айбара ханым, келесі сұрақ өзіңіздің отбасыңыз туралы айтып жіберсеңіз. Қандай ортада өстіңіз, қай өңірдің адамысыз, жалпы Алматыға қашан келдіңіз деген секілді өз отбасыңыз туралы айтып жіберсеңіз. Мен Жамбыл облысының тумасымын, Мойынқұм ауданы, Қарабөгет деген ауылда туылғам. Ол заманда сол бір керемет бір дүркіреп тұрған совхоздардың бірі болған екен. Сол жерде туылғанмын. Негізі отбасымызда 4 ағайындымыз, соның үлкенімін. Артынан ерген сіңілім және 2 інім бар. Кішкентай күнімнен сол апам мен атамның қолында өстім. Баяғының салтыменен жаңағы бірінші немерені теліп алады емес пе? Сондай апам мен атаның 8 баласына телініп 9-шы болып солай тәрбие алғанмын негізі. Біреудің былай қарап тұрсаңыз тумасынан тұңғышымын, бірақ қазақтың салтыменен біреудің кенжесі болып еркелеп өскен қыздың бірімін. Жақсы, Айбар ханым, келесі сұрақ. Енді сіз жаңа айтып кеттіңіз, өз отбасыңызда 4 баланың тұңғышы екенсіз. Енді мен білетін Айбараның өзінің 5 баласы бар, дұрыс қой? Дұрыс айтасыз. Сол туралы, сол отбасыңыз туралы айтып жүрсеңіз, өзіңіз неше балаңыз бар жалпы? Жаңа сұраққа толық жауап берілмеді ау деймін. 2006 жылы мен 11 бітіріп, Алматыға арман қуып, жаңағы оқуға түсем деп келген жайым бар. Солайынша 2013 жылы осы университет бітіргеннен кейін бірден тұрмыс құрдым. Тұрмыс құрған кездегі Айбарамен енді қазіргі Айбараның үлкен айырмашылығы бар шығар. Енді 12 жылда тұрмыста 5 бала дүниеге келді, көп балалы анамын. Өзім сол көпшілікті жақсы көргендіктен шығар деп ойлаймын. Көп балалы отбасын құрып, сондай бір ұлды да қызды да тәрбиелеп отырған бақытты ана десем болады өзімді. Жақсы. Бақытты ана, әрине, сонымен қоса бақытты бизнес-леди, жалпы бизнес әлеміндегі әйел адамдардың қатарында жүрген адамсыз. Жаңа айтып кеттіңіз, енді 2006 жылы білім қуып Алматыға келдім дедіңіз. Жалпы біліміңіз туралы айтып жіберсеңіз, қандай оқу орнында оқыдыңыз, қандай біліміңіз бар, қандай сертификат алдыңыз деген секілді.
негізі орынды сұрақ екен. Мен бұл оқуды тамамдай алмадым негізі 10-шы жылы. То есть қолыма оқуды бітірдім, бірақ диплом алмадым. Өйткені защитаға бармадым. Жаңағы 5 баланың әкесі алып қашқан. Қазақтың салтымен алып қашу деген бар ғой, басыңа мешітті кигізеді да алып қашып кетеді. Бітті әудеуге, шәудеуге, ештеңеге шаман келмеді. Сол күйі сол диплом қорғалмай қалып қойған жайы бар. Негізі АГУ дейміз, Абай атындағы Қазақ педагогикалық университетінің тарих маманының мұғалім, педагогика маманы, педагогпын негізі. Кейіннен енді адам бір орында тұрмайды ғой, даму үстінде. Жалпы негізі мен өзім әйел киімдерінің конструкторымын. Конструктор женской одежды десем кішкене түсініктірек болады. Сонымен қатар стилистпін, то есть Мади Бекдайердің жеке курсын бітіргенмін. Мынау цветовая гамма дегенге өте қатты мән беретін әйелдердің бірімін. То есть фэшн мода жағында 5 жылдай жұмыс атқардым. Үлкен Медиатекс деген Носов деген кісі бар, сол кісінің компаниясында Анна Бас деген брендтің главный конструкторы болып жұмыс жасадым. То есть линияны запускать еттім, модный брендовый одежданың линиясын запускать еткен жайым бар. Қол астында 50 тігіншіні басқарған тоже опытым бар. Бұл бір. Сонымен қатар өзімді коуч, психотерапевт, балалардың дұрыс тәрбиеленуі жағына да көп көңіл бөлген. Енді барлық ана, мен ойлаймын, бала тәрбиелеп отырған барлық ана осыған көбірек көңіл бөлетін шығар, расында. Өйткені бала өскен сайын ол өзінің санасымен өседі ғой. И әр баламенен әрқалай қарым-қатынаста боламыз, соны ары қарай дамытамын деген ойменен, қазір енді өздеріңіз қарап отырсаңыз, қазір мен 2 бизнесті алып жүрген көп балалы анамын десе болады, өзінде бизнес-леди деп жатырсыз ғой енді. Сол жағынан 2 бизнестің қазір басын ұстап отырған жайым бар. Оның біреуі консалтинговая компания. Консалтинг жаңағы сіз айтып отырған мемлекеттен берілетін қайтарымсыз. Жақсы, консалтингке қазір көшеміз. Жалпы сіздің отбасыңыз туралы білдім. Енді жаңа айтып жатсыз, сіз конструктор болып жұмыс жасадыңыз, стильде, мода жағында жұмыс жасаған екенсіз. Осының барлығын осы 5 баланы дүниеге әкеле тұрып жасап жатқан дүниеңіз ғой, әлде 5 баланы әкеліп болып, бір өсіріп болғаннан кейін жасап жатсыз ба жалпы? Әлде соның арасында жүрсіз, декрет деген бар, енді әйел адамдардың бала күтімі деген бар, соны қалай болды сол моменттер? Қай жылдары? Қазақта бір нәрсе бар, мысалға бірінші бала дүниеге келген кезде қыз бала болып дүниеге келді. Екінші бала дүниеге келген кезде ол да қыз бала болып дүниеге келді. Үшінші бала дүниеге келген кезде ол да қыз бала болып дүниеге келді. Қандай претензия болады ер адамнан? Ол керек деген болады. Сол ұлды босанғаннан кейін менде мотивация пайда болды да, өзімді басқа жағымнан қарасам ба депші. Өйткені 4 декрет үйде отыру адам қарайып қалады екен. Сол 4-ші ұлмен бірге келген несібе деп айтамын мен бұны. Мен өзімді іздену жолын сол 4-ші бала ұл болып дүниеге келді. 3 қыздан кейін ұл дүниеге келді ғой. Сол ұлмен келген несібе. То есть сол ұлмен бірге менің даму жолым басталды. Сол ұл дүниеге келген кезде ең бірінші жаңағы мемлекеттен түсетін ақшасы бар емес па? Жөргек пұл түседі ғой. Сол жөргек пұлға ең бірінші сатып алған оқуым осы болды менің. Конструктор женской одежды. Мен соны сатып алып, курс бітіріп алып, ары қарай осы жолды қуып кеттім. Енді Айбар ханым, біз екеуміз енді халыққа өтірік емес, біз март айынан бері, осы биылғы жылдан бері таныспыз. Сол кездегі Айбара менің көзімше сәл бір өзгешелеу болды. Ал қазіргі Айбара бір өзгешелеу болып көрінеді. Өйткені сізде бір дұрыс сұхбатыңыздан ба, әлде бір стерженді қалыптастырып алдыңыз ба, бір сіздің бір қараған адамға қатты болып көрінесіз жалпы. Сол неден сіз соны қалыптастырып алдыңыз ба, әлде бұрыннан ішінде бір қаттылық жатқан Айбара шықты ма кейін қарай? Қалай болды сол? Мына кішкентай периодта менің байқап жүрген кезеңді айтып жатырмын. Жанболат мырза, бұл енді адамның өзінің жеке құзыретіндегі нәрсе деп ойлаймын. Бәрімізде бар ғой, бейсаналық нәрсе деген бар, саналы түрде жасайтын нәрсе бар. Қазір де сіздің айтып отырған анау ойыңыз, пікіріңіз объективті, субъективті деп бөлінеді, былай қарап отырсаңыз. Әркім өзінің субъективті көзқарасынан қараған кезде, енді сіз жаңа мені стержен қатты әйелге ауысып кеткен дейсіз, наурыз айында көргенімде жұмсақ сияқты едіңіз деген сияқты өзім естіп отырмын мен. Маған солай естіліп отыр, білмеймін. Бейсаналық тұрғыда мүмкін мен солай көрінетін шығармын, бірақ мен өте жұмсақпын негізі. Оны жұмсақ екеніңізді білемін, сізбен сөйлескен адам сіздің жұмсақтығыңызды, сіздің ішіңіздегі төменде жатқан бір Айбараны сезіне алады, ол сөзсіз, бірақ бір көрген адамға бір қатты көрінетін секілді болып көрінесіз. Соны сіз қалыптастырдыңыз ба, әлде ол бұрыннан сол бар дүние ма өзіңізде? Бұрын сонды көрсетпей, қазір сондай көрсетіп жүрсіз ба? Адамның күнделікті жүрген жолы, ол бір
өзінше бір өзіне тәжірибе алып келетін нәрсе. Адам қиындық көрген сайын мықты бола бастайды. Ол өсет, дамиды. Тек мынандай нәрсе бар ғой, салыстырмалы түрде айтатын болсақ, мысалға ата-анамен өскен бала қандай, ата-анасыз өскен бала қандай. Екеуі де 20 жаста болса, ата-анасыз өскен 20 жасар бала 40-тағы баланың әңгімесін айтады. Ол өмірдің заңдылығы. Мүмкін наурыз айында мен кішкене аңқаулау болған шығармын. Қазір енді кішкене біраз нәрсеге пісіп қалдық қой енді. Жақсы, Айбара ханым, жаңа айтып жатсыз, бір қиындықтар деп жатсыз. Мен білетін Айбараның бір кезеңі бар, дағдарыс орталығымен қатысты кезеңі бар. Сол туралы бір айта аласыз ба? Сұхбат ретінде осыны. Сол неге Айбара ханым сол дағдарыста болды? Ол жерден қалай шықты? Неге шықты? Неге жалпы сол жерде жүр? Бұл негізі өте ауыр темалардың бірі. Менің қанша дегенмен бұл менің өміріме қатысты ғой. Сондықтан мен ешқашан да бұны жасырған емеспін. Мен бұны әрдайым айтамын да, айта беремін да. Өйткені өзі жаңағы қиындық көріп, не болмаса өзі шалынысып, орыстарда жақсы сөз бар, надо учиться на чужих ошибках деген. Сен өзіңнің өміріңді сондай нәрсеге оқытқанша, лучше біреудің көрген өмірін, біреудің кітабын оқимыз ғой біз. Қаншама тарихтарды оқимыз, содан бір үлгі алатындай болса деймін да. Менің де өмірім өсіп келе жатқан жасөспірім қыздарға үлгі болсын деймін. Ешкімнің бүйтіп салған қамалы соңында шыны қамал болып шағылып қалмасын деймін. 12 жылда 5 бала туып, неге бұл қыздың тауы шағылды екен деген көп сұрақтар болып жатты менің өмірімде. Бірінші жолдасым, жаңағы 5 баланың әкесі, сондай военный уставпен сондай кісі болып кездесті маған. Қаталдықтың да шегі бар. Білесіздер ме? Әйел адам өзі қабырғадан жаралған, қатты ұстасаң не болады? Сынып кетеді. Сондықтан әр нәрсенің өзінің шегі бар деп ойлаймын. В меру барлығы өзінің нормасымен болған дұрыс ау. Енді осы жердегі менің дағдарысқа түскенім ол қаталдықтан емес. Дағдарысқа түскенім ол үйдегі бытовое насилие дейміз ба? Ер адамның әйелге қол көтеруі. Бұл үлкен проблема. Көп әйелдер бұны жасырады. Мысалға, менің мүмкін ішімдегі қарсыласқан мынау не, сіз стержен деп байқап отырсыз оны. Мүмкін сол кезден бастап сыртыма шыға бастады ғой. 12 жылдан бері үндемей келген Айбара бір-біріне сөйлей бастады да. Мен бұған көнбеймін деген нәрсе пайда болды іште. Түсінесіз ба? Енді жаңағы стержен деп білеміз ба бұны, енді қарсыластық деп білеміз ба, енді ол жағын өздеріңіз саралап алып жатарсыздар. Дағдарысқа түскендегі шама 3 күн комадан оянған Айбара болған. 3 күн комада болды. 3 күн комаға түсіп, комадан оянған Айбара болған. Өмірге басқа адам болып келген Айбара болған. Сенесіздер ме, суықтықтың да лебі содан ау. Осымен жетер. Жақсы. Енді жалпы айтып отырмын ғой, бұл жерде сұрақ сіздің жеке басыңызға болады. Енді ол сізді бір ренжітіп алу мақсатында емес, жалпы халыққа бұл ашық болсын деген мақсатта болып жатыр. Өміріңіздегі ең қиын тұсы қай кезең, бір қиналған кезіңізді айтып бере аласыз ба? Осы затты мен қайталамас едім, осы маған емес, менің дұшпаныма да сыйламас едім осы кезеңде деген сияқты. Бұл бір, мен ойлаймын, егер де сол уақытқа қайтып келсем, мен сол нәрсеге қарсыласпаушы едім. Себебі Алла адамға тауға қаншалықты көтере алатын қар берсе, адамға да соншалықты көтере алатын сынақ береді екен. Бір кездерде болды, Құдаймен ұрысқан уақытым деп айтамын мен. Мен барлық нәрседен үмітім үзіліп, сондай бір заман болған. Бұл, мен айтсам сізге, бұл февраль айы, 2021 жылдың февраль айы, мен Береке Ситиге Бағдаш Сүлейменов деген кісіменен танысып, сол жерден маған 2 бөлмелі пәтер берілді, 5 баламенен тұрақтауға. Мен сол жерде 8 ай тұрдым. Сол кездегі менің адвокаттан адвокатқа жүгіріп шашылуым, балалардың аузынан жырып, тамақтан барлығынан экономить етіп, әр адвокатқа бір жүгіріп ұрынуым, мысалға, соның барлығын саған нәтиже бермеді да. Мен ойлаймын, не нәрсеге сабырлықпен қараса екен, не нәрсені өзінің ағыны бар да. Бір нәрсені түсіндім. Егер де сіз байлықта шалқып өмір жатсаңыз, оның да бітетін уақыты болады. Егер де сіз қатты қиналып жатсаңыз, оның да бітетін уақыты болады. Тек оны күте білу керек. Балалардың несібесінен, аузынан жырып, тамақтан жырып, басқа нәрсеге жаратқан соған өкінем.
қиналған кезіңіз сол кездері. Балалардың аузын бір қара нанмен су ішіп қалған күн бар еді, Жанболат мырза, білесіз ба? 5 балаңның шырылдап тамаққа қарындары ашып отырғанын көрген ана қандай? Бір жағынан сойылын соққан сот қайта сотқа шақырып, оның бәрі шашылу ақша, иә? Бір жақсы сөз бар ғой қазақта, күнің доғдыр мен милицияға қарамасын деген. Сол бір заман өткен еді басынан. Сол бір 6 ай соңында 4 баламен ажырап қалуға алкеп соқты. Өйткені балалар тамақсыздықтан, олар тоқтықта үйренген бала ғой. Бала сенің ажырасып жатсың ба, сені не жағдайда болып жатқанын түсінбейді ғой, кішкентай ғой олар әлі, иә? Ол санасы дайын болмаған бала бірден менің әкем жақсы деген қалыптасты да. Дұрыс қой, енді әкесі жақсы ғой, жаман деп тұрған жоқпын балаға, иә? Сондай ой қалыптасып, баланың анаға қарсы шығуы пайда болды, түсінесіз ба? Сол нәрсеге қатты өкінемін. Соған жеткізгенім үшін. Сол кезеңдер қиын. Сол кездерді жібермеуім керек еді. Түсінесіз ба? Мақұл, бара ғой деп, ол сенің әкең деп, бара ғой деп жіберуім керек еді. Соттан сотқа балалар тасымауым керек еді. Түсінесіз ба? Тура осы жағдайда жүрген аналар болса, мен естіп отырған құқықтардың алтын сырға. Балалардың эгосына қарсы шықпаса екен. Бала ол личность. Ол сізден туылды, бірақ ол личность. Иә, онымен санасу керек. Жақсы, Айбар ханым, енді соңғы сұрақ болсын, осы жерде 20 жастағы қазір қазақ қыздарына қандай кеңес айтар едіңіз, ақыл айтар едіңіз? Шіркін-ай, желкілдеген 20 жас. Қазір сол күнді маған берсе ғой. Білесіз бе, Жанболат ханым, қазір мен 12 жылдан кейін қайтадан жаңағы айттым ғой, бітпей қалған университет деп. Соған қайтадан восстановить етіп, қазір студент оқып жатырмын. Менің оқып жатқан қыздарым, балдарым қазір сау 20 жас, 20-21 жасар балалар. Сіздің группаластарыңыз? Группаластарым. Мені апа деп қояды бәрі. Сондай бір күшті уақытта қазір жүріп жатырмын, жасап жатырмын, өзім ризамын. Сол артындағы балаларға қараймын да, бірге отырмын, бірге оқып отырмын. Маған көбісін олар үйретеді жаңағы. Мен білмеймін көп затты. Үй жұмысын даже кейде сұраймын ұлдардан, қыздардан, маған көмектесіп жүріңізші, түсінбей жатырмын деп, мысалға ше. Сол қыздарға айтатыным, уақытты үнемдесе екен. Уақыттың қадірін білсе екен дегім келеді. Не нәрсеге асықпаса екен. Бізде менталитет бар ғой, установка. Оқу бітірдің, күйеуге шық деген нәрсе. Осы нәрседен кішкене шықса екен деймін. Индивидуальность деген бар да, мышление. Адамның санасы жеке тұлғалық санамен ойланса екен деймін. Уақыттарын құр сарп етпесе екен. Одан да шетелге шығып, елге пайдалы болатындай, елдің экономикасын көтере алатындай сондай бір азаматтар болып өссе екен деймін. Түсінесіз ба? Оқу мектеп пен университет бітіргенмен бітпейді. До конца, аяғыңа дейін, өміріңнің басын көрге кіргенше оқисың. Абай атамыз айтқандай, иә, мысалға. Әркіммен бір алысқанша өзіңмен алыс өлгенше деген нәрсе бар ғой. Осы нәрсені айтқым келеді. Жақсы, Айбар ханым, түсіндік. Осы бүткіл өмірдің кезеңінен өткеннен кейін Айбар ханым қазіргі таңда бизнеске, бизнес әлеміне бет бұрды, иә. Сіздің жаңа айттыңыз, өзіңіздің тігін цехыңыз бар, мен білетін, иә. Одан кейін жаңа айтыватсыз, именно EG консалтингім бар, осы грант жөнінде сіз қазір ұлағатты ұстаздардың қатарында, бір сондай ментрлердің қатарында елге көмек ретінде осы грантты үйретіп, соны елге жаңағыдай көрсетіп жатсыз. Неге сіз сол жолды таңдадыңыз? Неге грант таңдадыңыз? Басқа да салалар бар ғой жалпы, үйрететін болсаңыз деген секілді. Жаңағы осының барлығы жалпы сол неден басталды? Кризисный центр Жансаядан басталды. Жаңағы оңалту орталығынан. Иә. Сол жерде мен тұрақтадым, 3 ай тұрақтадым, 3 айдан кейін менің санам өзгере бастады. Менен де басқа жағдайдағы әйелдерді көрдім, мысалға, иә. Өздері күйеулерінен таяқ жеп келіп жатқан әйелдер, еще балаларын сол жақта таяқтап жатқан жағдайларға көзім куә болды да. То есть адамның басынан кешкен затынан ештеңе үйренбеуі. Сабақ алмауы. Иә. Қорытынды шығара алмауы. Анализ деген нәрсе бар ғой. Соны өзіне өзі жасай алмауы. Мынандай нәрсе бар ғой, бір қателік жасалған, ол қателік та, екінші рет жасалған, ол уже выбор. То есть ол қателік емес, ол осознанный выбор, адамның. Соған жауап береді адам. Түрмеден нешене тұрады адам. Енді қараңыздар, сол жерде жатқан кезде менің басыма мынандай ой келді. А неге мен өзім жеке тұлға болып дамымасқа? Мен мынандай нәрсе бола ма деп ойладым да. Біреуге жалданып жұмыс жасамай өзіңе ақша табатын сондай нәрсе бола ма деп ойланып жаттым. Сол уақытта осы бақытты отбасы деген бар ғой біздің Алматы бойынша. Сол жерге Аида Кауменова менен
Құралай Калиева деген психологтар, үлкен жаңағы известный, да. Сол кісілер келіп, жаңағы кішігірім тренинг өткізетін болды. И сол жерге жеребе тастады, кім барады. И сол жеребейдің, екі жеребейдің біреуі маған түседі ғой. Енді мен оны ойладым да, это бір какая-то удача маған келген. Солай мен Аида Кауменовамен таныстым, ол кісі менің кумирім. Өйткені мен өзім тігіншімін, ол кісі тігінші, менің вообще жақсы көретін сондай бір әйел ретінде, сондай қатты сыйлайтын сондай бір тұлғам. Сол кісіменен осылай жеке сұхбат болды, осылай сізбен қалай сөйлесіп отырмын, тура солай сөйлестік. Сол кездегі Аиданың маған жазып бергені: Айбара, сен бай боласың, сен бақ дәулетті боласың, сенің қолыңнан көп зат келеді, сен көп адамға көмектесесің деп сондай бір айтқан. Я мен білмеймін, ол кісі қандай оны оймен айтты, ол кісі мені танымайды ғой. Жай солай айтты, и сол сөз менің құлағымда қайталанып тұрды. Соның арқасында мен сол жердегі, сол дағдарыс орталығындағы жұмысшылар бар ғой, келіп жұмыс істеп кететін нянялар бар, нелер бар. Сол кісілердің көйлектерін қысқартып беремін, шалбарларының балағын кесіп беремін. Сөйтіп теңге жасап, ақшаның басын құлап жинап, бірінші машинканы алғам. Тігін машинкамды өзіме, бірінші. Сол кезде жаңағы центр жұмыспен қамту орталығынан осындай эксперттер келіп, гранттар туралы айтты. Мемлекеттен берілетін, ол кезде 200 МРП, 583.400 теңге. Қазір енді рахат қой, 1 миллионға шықты. Соны айтып, мені қатысайыншы осыған. Қатыссаң, компьютерді қалай қосуды білмеймін, сенесіз ба? Соншалықты декретте отырып қарайып қалған адам, ана компьютер қаяғынан қосылады, ана компьютерден шошып жүрсің, өшіп қалса, ойбай, өшіп қалды деп, мысалға. Содан сол жерде бір кісі бар, медсестра кісі, сол кісіменен сөйлесіп отырып, сол кісі маған жаңағы бизнес жоспарды құруға көмек берді. Ол жылы мен ұтпадым. Өйткені дұрыс составляция етілмеді, дұрыс шықпады, жаңағы, опыт жоқ. Одан жаңағы Берекеге көшіп келдім. Берекеге көшіп келген кезде оқу ашылды. Онлайн оқу ашылды, карантин кезі, сол онлайн оқу ашылды, жаңағы WhatsApp чатпенен. Сол кезде Айгүл Мирасовна деген кісімен таныстым мен. Айгүл Мирасовна маған полный жаңағы курьерство дейді, кураторство жасап, толыққанды маған түсіндіріп, ең соңында оған дейін енді мен даму үстінде болдым, іздену үстінде болдым. Ютубтан неше түрлі нелер қарадым. Түсінесіздер ме? Тек қана жолда ақша байламайды. Бір нәрсені ақша шешеді деген нәрсе мидағы установка алып тастау керек оны. Тегін елдің сабағы жетеді ютубта, который тұрған, үйренемін деген адамға. Соны қарадыңыз. Әрине. Бірінші тыңдағаным Брайан Трейси болды. Бүткіл видеосын қарап шыққан шығарманан. Күнде таңертеңнен кешке айландырып қойып қоямын. Тамақ істесем де, пол жусам да, баламның көтенін жусам да, қандай жағдай сол 5 баламенен алысып жүріп, арасында сол Брайан Трейси. Сөйтіп грантты келесі жылы ұтып тұрсыз. Келесі жылы сол осындай программа ашылды. Осы жаңағы Айгүл Мирасовнаның сүйемелдеуіменен мен грант ұтып шықтым. Сіз қазір біраз адамның атын айттыңыз, біраз фирманы айттыңыз, біраз жарнама жасап тастадыңыз негізі. Сөздің шыны керек. Жақсы, Мирасовна көмектескен екен, сіз грант ұттыңыз. Содан кейін неге халыққа сіз көмектесем деп шештіңіз? Грант. Мынандай жағдай болды. Мен қолдауға бардым. Сөйтіп 5 миллионның гранты шықты ғой. Енді білмейміз ғой қалай алу керек екенін. Енді 5 миллион мен енді ойлап тұрмын ғой, оның да бір бизнес план жазып үйреніп алдым ғой, енді оңай деп ойлап тұрмын ғой. Барсам ол деген 40 бет мынандай. Оның брифін толтыру үшін кәдімгідей бас керек екен ана жерде. Бірінші жылы ұтылдым, екінші жылы тағы ұтылдым. Содан осының несі бар екен, көрейінші деп. Бір күні бір қыздан сұрадым, осы бриф толтыруға маған көмектесші десем, 15 000 теңге дейді. 15 000 теңге қайдан болсын ол кезде. Әрі ойланып, бері ойланып, осының бір жолы бар шығар деп іздедім. Сөйтіп бір курсқа тап болдым мен. Бір нәрсе бар, адамға инвестиция керек. Адам өз-өзіне инвестиция салмай, ол адам дамымайды. Сол кездегі алғашқы инвестициям 50 000 теңге болды өзіме салған. Сол курстың арқасында мен екінші грантты ұттым. Сөйтіп, сол енді ана салған 50 000-ымды шығарғым келіп тұр ғой. Шыдай алмай тұрмын қойшы, ана гранттың ақшасы түскенше. Тез ана ақшаны шығарым. Сол бір ортада бір қыз пайда болып қалды, маған да грант көмектесіп жүрші. Осылай 50 000 теңге әкел жазып беремін. Ол қыз бір қызды ертіп келді. Солайынша 150 000 қып шығарып алдым мен ол салған 50 000-ымды. Оларға бизнес план жазып Оларға бизнес план жазып жібердім. Сол бір рекорда. Қолда ештеңе жоқ, енді пока опыт жоқ, үйренгенше. Осылай бір жолы ашып, жаңағы салған инвестициям 50 000 салған инвестициямен 100 000 болып көтерілді ғой. 50 000 өз ақшам шығарып алдым үстінен. 100 000. Енді сол 100 000-ды қайтадан бір курсқа салып жібердім ғой тағы да. Ары қарай даму үшін маркетологты бітірдім ғой сөйтіп. Өйткені рынокқа анализ жасамасаңыз, нарыққа, сіз нарықты алдауын білмесеңіз, сіз бизнес жоспарыңыз некачественный шығады. А сіз нарықты мықты біліп тұрсаңыз, сіз любой эксперттің аузын жаба аласыз. Уже цифрлармен сөйлегеннен кейін. Маркетологты бітіргеннен кейін, енді ол жерден тағы да мен шығардым ғой 200 000.
Ол 200 мыңды қайтып өзіне салдым да, бизнес тренерліктің тренинг для тренеров деген бар. Самал Атагелді менен Болат Ерназаров екеуінің ұйымдастырған несін оқып шықтым. Қазір енді міне Құдай қаласа бітейін деп жатырмыз, енді әлі 3 айлық практикамыз бар. Жақсы, түсіндік. Енді мына жерде мындай сұрақ келіп тұр. Дәл осы жерде грантты өзіңіз ұттыңыз, өз басыңыздан өткердіңіз, содан кейін біліміңізді дамытқаннан кейін халыққа қызмет көрсетіп жүрсіз, қазір содан кейін IG консалтингті аштыңыз, мен солай түсініп отырсам. Енді мына жерде сұрақ, халыққа түсіндіріп кетіңізші қазір. Грант ол реально дүние ма? Грант ала ала ма адамдар? Жай қарапайым адам ала ала ма грантты? Негізі бар ғой бұл. Көбісі айтады, мына жерде мынандай бар да, мен грант туралы айтамын, грант деген бар, жол, анаған звондап көр, мынаған көріп қойса, ой, оның танысы болу керек, оның бәкесі әкесі болу керек деген сияқты сұрақтар айтады. Болмаса, ой, ол өтірік зат қой деген сияқты тағы да сондай бір сұрақтар болады, әңгімелер болады да. Сол туралы айтып кетіңізші, грант ала ала ма, қарапайым адам реально дүние ме жалпы? Негізі бұл банальный сұрақтардың бірі. Еще гарантия бересің бе деп сұрайтындар бар. Плюс к этому, да. Бір нәрсені түсіну керек. Өзі айтып тұр, мемлекеттен беріліп жатқан қайтарымсыз грант деп, любой адамның көзі ашық Google деген нәрсені біледі. Googleға басқан кезде ол жерде шығады расымен, ол не информация фейк па, фейк емес па деген сияқты. Бұл расында мемлекеттен берілетін гранттың 2 түрі бар қайтарымсыз. Ол біріншісі жаңағы жұмыспен қамту орталығы ұйымдастыратын 400 МРП гранты, одан кейін 5 миллионның гранты ұлттық жоба аясындағы кәсіпкерлікті дамыту гранты. Осы 2 грант мемлекеттік грант. Қалған 8 түрі. Негізі жалпы гранттың 10 түрі бар бізде Қазақстанда. Екеуі мемлекеттен берілетін официальный, государственный грант, қалған 8-і меценаттар менен қоғамдық қорлар ұйымдастыратын сондай мемлекеттік емес ұйымдардың гранты. Оған да адамдар қатысып жатыр мысалға. Ол да қайтарымсыз. Ол да қайтарымсыз. Қайтарымсыз деген сөз, сіз оны қайтармайсыз мүлде. Процентпен, 10 жылдан кейін, налогпен деп айтып жатады ғой, ондай жоқ ол жерде. Тек сіз қағаз жүзінде отчет тапсырасыз. Көрсетесіз. Әр гранттың отчетный период әртүрлі. Ол енді индивидуально қарау керек. Енді жақсы Бара ханым, IG консалтингке әңгіме барысында өтіп кеттік. Сіздің өзіңіздің грантты үйрететін маман ретінде айтып отырсыз. Өзіңіздің білім беретін өзіңіздің IG консалтинг атты компанияңыз бар қазіргі таңда. Енді сізге мынадай сұрақ. Қазіргі таңда IG консалтинг арқылы қанша адам оқытып үйреттіңіз, қай уақытта бастадыңыз және сонда результатын бір цифрымен айтып кетсеңіз. IG консалтинг өзінің алғашқы туған күні ол мамыр айының 10-ы. 10-шы мамыр айы күні біз официально кәдімгідей консалтинг компания болып тіркелдік. Заңнамада прям өзінің талонымен, уведомлениясымен шыққан уақыты. Дайындыққа дейінгі уақыты бар, енді сол 10-шы мамыр негізі туған күні консалтингтің. Одан бері қазір оқыды 300 әйел. 300 әйел. Қазақстан бойынша? Қазақстан бойынша. Онлайн, офлайн? Онлайн, офлайн бәрін қосқан кезде 300 әйел оқыды. Қазіргі таңда. 15 миллион инвестиция тартылды. То есть 15 миллион грант ұтылды уже? Ұтылды. Ол жаңағы аралас. 400 МРП мен 5 миллион менен аралас. Енді 15 миллион деген қанша адам сонда примерно айтқанда? 400 МРП-дан 8-9 адам, қалған 6-ы 5 миллиондық. Қалған 6-дан 5 миллион грант. Енді оны жеке-жеке мен не помню қазір, қайсысы қанша ұтқан. Енді 300 адам әрине. Так, грантты не мақсаттау керек жалпы? Грант дегенді жақсы түсіндік, мемлекет беретін қайтарымсыз ақша екен. Қандай мақсаттау керек адамдар? Бір нәрсені түсіну керек, грант деген нәрсеге тек қана кәсіпкерлер қатысады. Предприниматели, кәсіпкердің ең алғашқы мақсаты не? Ақша табу. Және мемлекетке салық төлеу. Сіз уже ИП болып тіркелгеннен бастап, сіз уже салық төлейсіз. Қазір біз мораторий, бірақ бұл бітті ғой, осы жыл бітті, келесі жылдан бастап 3% салық төлейміз біз. Былайша айтқанда мен кәсіпкерлерді неге теңеймін бала араларына. Әр гүлге бір қонып, ақша жинайды, тиын жинап, халық Қазақстанның экономикасын көтеру үшін кәсіпкерлікті көбейтіп жатыр, То есть кәсіпкер көбейген сайын Қазақстанның экономикасы нығая түседі деген сөз. Грант сол мақсатта беріледі. Егер де түсінуге қараңыздар, бұл грант деген нәрседе өтелу мерзімі деген нәрсе бар. Өтелу мерзімі деген сізге төленген грант, сізге берілген грант ақша қанша уақытта өтеліп қайтады ол мемлекетке. Осы жерде шатаспау керек. Көбісі шатасады, ол кредит қой деп. Жоқ, ол кредит емес. Ол сіздің болжалды түсетін айналым ақшаңыздан мемлекетке төленетін салық есебінен. Значит, салық арқылы мемлекет сол берілген қайтарады. Әрине, айырмашылығы жер мен көктей. А грантты не мақсатта қолдануға? Мысалы, мен қатысамын сіз арқылы,
оқимын сабақты, бизнес план жазамын, күшті қатыстым, өтіп кеттім, ақшаны алдым, қалтама салып алдым. Ары қарай не істеймін? Грант деген ең бірінші очередь ол идеяға беріледі. Жалпы сіздің идеяңызға байланысты. Бірақ мен бір нәрсені точно айта аламын, что саудаға берілмейді грант. Алып сатуға берілмейді грант. Сонымен қатар жер телімдерін, не болмаса үй, ондай өзінің жеке қажеттіліктеріне жұмсауға грант берілмейді. Грант тек өндіріске, жақсы бір қызмет түріне бөлінеді, вот производство и услуги. Жақсы бір қызмет түрін көрсетесіз, клининговая компания, консалтинговая компания, маркетинговая компания. Көп қой қазір қызмет түрін көрсететін. Және өндіріс. Бізде мысалға спичка өндірілмейді мемлекетімізде, элементарно, соған неге өндірмеске? Туалет қағазын өндіріңіз, шұлық өндіріңіз. Өндірістің түрі көп. Массовое производство, одежда жасаңыздар, Қырғыздан сатып аламыз бәрін мысалға. Қырғыз бен Қытай егерде шкем өндірмесе, шкемсіз қаламыз әуелі. Бізде Қазақстанда сондай өндіріс орындары жоқ, мысалға майда өндіріс орындары, не? Сондай мақсаттарға грант беріледі. Жақсы түсіндік. Енді қазіргі таңда көптің сұрайтын сұрақ шығар, грантты қандай сала бойынша көп ұтуға болады деп айтады. Сұрақ болады мысалға. Қай жағынан ұтымды идеялар. Дұрыс түсіндің ба сұрақты? Ұтымды идея. Ұтымды идея адамның фантазиясына байланысты. IT жобалары мықты ұтады грантта. Адамның өмірін жеңілдету, мысалға қазір неше түрлі приложениялар ойлап табылып жатыр. Сондай жағына болса, мықты ұтады грантта. Өндіріс, жақсы бір өндіріс. Сіз бірдеңе өндіріп шығарсаңыз, тері өңдейтін зауыт салыңыз, кішігірім, мысалға. Ол бірдеңе бір заттан басталады, кішкентайдан басталады. Сонымен бізде мусоропереработка өте аз. Қағаз жүзінде бар, заттай жүзінде жоқтың қасы, мысалға. Производство, например, өндірістің барлық түрін қолдайды. Элементарно бутилированный су өндіріңіз. Ол да өндіріс. Түсінікті. Енді қазіргі таңда осы біздің YouTube каналды көріп отырған біздің көрермендердің ішінде сұрақ сізге жолығатын адамдар болуы мүмкін ертең күні, осы грант мәселесі бойынша. Сіз мына цепочканы айтып беріңізші, ат басынан бастап, от А до Я деп айтады ғой, мысалы. Оқиды, оқығаннан бүйтеді, соны қысқаша бір цепочкасын айтып беріңізші. Осы жерде ең қысқасы сол 400 МРП гранты, соны айтып кетейін, өйткені 5 миллиондық кішкене ұзағырақ. 400 МРП гранты 1.225.200 теңге. Осы грантқа қатысу үшін ең алдымен сіз кім болуыңыз керек, және сіз оған қалай қатысуыңыз керек. Біріншіден сіз жұмыссыз жас болсаңыз, 29 жасқа дейінгі, сіз қатыса аласыз бұл грантқа. Бұл грантқа ИП кәсіпкерліктің жаңағы құжатын ашу қажет емес, қажет етпейді. Егерде сіз социально уязвимый слойға жатсаңыз, ол көп балалы ана, инвалид бала тәрбиелеп отырған, инвалидности бар, қандастар, оңтүстіктен солтүстікке көшкендер, то есть сусынның өзінің категориясы бар, списогі. Сол категорияның біріне жатсаңыз, және сіз жұмыссыз болсаңыз, трудовой договор болмау керек официальный. Сол болмаса, сіз қатыса аласыз бұл грантқа. Демек, рұқсаттама, допустим, мен көп балалы анамын, жұмыссызбын, мен қатысып жатырмын. Заявка беру үшін мен не істеймін? Бірінші еңбек кезет порталында онлайн ешқайда бармай-ақ жұмыссыз болып тіркелесіз бірінші. Статусыңыз 3 жұмыс күнінде шығады сізге. Сіздің статусыңыз жұмыссыз деген, безработный деген статус шығады сізге. Содан кейін сіз еңбек бизнес сайтында дальше тіркелесіз әрі қарай. Сізге логин пароль беріледі. ECP ключпен өзіңізді подтверждать етесіз. Еңбек скиллсқа кіресіз. Сол жерде 4 квадратиктің ішінде өзі 3 сайт бір неге орнатылған. Соның ішінде еңбек скиллсқа кіріп, оқуға тіркелесіз. Оқу 14 күннен тұрады, 12 модуль. Каждый модульдің астында аралық тесті бар, және ең соңында 3 попытка ғана беретін қорытынды тест бар. Қорытынды тесттен өттіңіз, сертификат алдыңыз. Әрі қарай сіз бизнес жоспар дайындайсыз. То есть бизнес жоспары менен сертификаттың ортасында тағы да бір проверкадан өтесіз. То есть база сізді постоянно тексеріп отырады. Қарызыңыз болмау керек, бірінші кредиттік бюродан сіздің черный спискте бар жоғыңыз. Сіздің басыңызда 10 кредит болуы мүмкін, бірақ уақытылы төлеп тұрған кредит болса, сіз бұл грантқа қатыса аласыз, үміткер бола аласыз. Екінші рет проверка өттіңіз, бизнес жоспар жаздыңыз, Word форматта оны тіркедіңіз, одан кейін заявка бересіз. Заявка тоже ECP ключ. То есть ECP ключтің бұл жерде маңызы зор. Еговпенен өзіңізге ECP ключ ашып алып, жұмыс жасай алуыңыз сізге осы жолдың барлығын жеңіл өтуіңізге көмек береді. Не болмаса ютубта қазір бар ғой неше түрлі видеолар, жеңіл видеолар, қарап шықсаңыздар болады, қалай жаңағы қолтаңбаны алуға болатынын. Заявка бердіңіз, все, заявка кетті, әрі қарай сізге 2-3 жұмыс күннің ішінде жауабы келеді. Сол личный кабинеттен қарап отырасыз, өзі 8 этап личный кабинетіңізде жасыл болып жанып тұрады. Екінші этап жанған кезде сізді комиссияға қорғауға шақырады. Қорғау офлайн, 3D бар, қорғайсыз.
Жобаңызды қорғап Комиссия. болғаннан кейін, иә, 3 жұмыс Мгм. күнінің ішінде сізге тағы да ответ келеді. Мгм. Барлығы 3 жұмыс күнінің ішінде айналып тұрады өзі процесс. Мгм. 3 жұмыс күнінің ішінде сізге ответ келді. Егер де сіз ұтқан жағдай болсаңыз, сізге ұттыңыз, банк реквизиттерін жүктеңіз деп сізге төртінші не столбик жанады жасыл болып. Мгм. Сол жерге сіз өзіңіздің банк реквизиттеріңізді енгізесіз. Негізі база сіздің барлық банк реквизиттеріңізді жаттап тұр, біліп тұр. Бірақ сіз қайсысын енгізесіз, соны өзіңіз білесіз. Қайсысының басын бастайсыз, сол шығады өзі ар жағында. Банк реквизиттерін тоже жаңағы өзіңіздің қолтаңбаңызбенен, ключіңізбен подписаться етіп, банк реквизиттерін жібердіңіз. Все, ары қарай 5 жұмыс күнінің ішінде сізге ақша түседі. Ақша қалай счетыңызға түсті, сізге келеді сообщение, ақша түсті деп. Ақша түскеннен кейін сізге уже 8-ші пункт жанады, яғни бірінші отчетный период. Бұл жылы сіздерге өте жеңіл. То есть біз бір жыл ай сайын барып отчет тапсыратын болсақ, мысалға былтырлары, сіздер квартал сайын 4 адрес тапсырасыздар. Өте жеңіл. Жылына 4 рет. Все. Осы қысқа несі, иә? Иә, бір жыл ғана отчет тапсырасыздар, болды. Енді қысқа деп айтып отырсыз, енді қазір енді ойлаймын, көзі қырақты көрермен түсінді деп ойлаймын. Егер түсінбеген болсаңыздар, Айбара ханым жекесіне шықсаңыздар болады. Осы біздің каналдың астында, осы сұхбаттың астында Айбара ханымның Instagram желісі тіркелетін болады, және Қазмаман біздің өзіміздің желілеріміз болады. Бізге де шығып жазсаңыздар болады, жалпы береміз. Ал енді грантқа қатысып жатыр, сіздің сабағыңызды алды, сіздің услугаңызды алды. Ұтпай қалды грант ол адам, не істейміз? Қараңыздар, ұтпай қалған жағдайда сіздің жаңағы алған сертификатыңыз 3 жылға жарайды. То есть сіз 3 жылда мүмкіндігіңіз бар. Қайта грантқа қатысып. Алмайынша қатыса бересіз. Бір поток, бір жылда 4 поток. Бір ашылғанда 4 поток, 8 поток ашылады. Бір потокты ұмытпасаңыз, екінші потокқа үлгеріп қатысыңыз. Самое главное, бизнес жобаңызды қайта жазасыз. Ұтып кетуіңізге. Ұтып кетуіңіз әбден мүмкін. Ал 5 миллион грантта сертификат жоқ. Ол ұтпай қалды, не істейміз? 5 миллионның грантында ешқандай сертификат қажет емес. Ұтпай қалса, жеңілген күреске төмет деген бе? Мысалы айтайыншы, мен сондай сіздің услугаңызды алған адаммын, ұтпай қалдым, сосын мен сізге ренжимін, Айбара ханым, сіз дұрыс емес, что-то жұмысыңыз, сіз не айтасыз, қалай жұбатасыз адамды? Енді адамның бәрі әртүрлі ғой, өзі білесіз. Иә, ондай жағдайлар болған менде. Болып жатқан шығар, иә, өз басыңыз. Мынандай бір жағдай болды, бір кейс тайм болсын. Сізде мен басында, мысалы, сразу айтамын, гарантия ешкім бермейді. Соны айтады, гарантия бермесең несіне жұмыс істеп отырсың дейтіндер бар. Сонымен өздеріне обратно сұрақ қоямын, ертең өмір сүретінге гарантия бересің бе маған? А вдруг сен ертең өмір сүрмейтін шығарсың, мысалы. Бар ма ондай жағдайлар? Түннен тыныш шығайық деп жатамыз ғой, мысалға. Гарантия деген нәрсе, енді білмеймін, ол нағыз мошенниктердің ісі деп ойлаймын. Өйткені грант, өзі айтып тұр ғой, грант деп. 11-ден кейін оқуға түскен кезде грантқа, конкурсқа қатысқандарыңыз бар болған шығар. Құлап жатасыздар, платныйға түсіп жатасыздар, сондай жағдай бұл жерде де. Конкурстық негізде деп айтады. Грантта, иә. То есть ол сізден де, содан кейін ол адамның өзіне де байланысты келеді, иә? Былай қараймыз, 30% гранттың ұту жағдайы 30% бизнес жоспарға байланысты. 70% сіздің қорғауыңызға байланысты. Комиссия мүшелері тек адамға ақша бермейді. Сіздің ішіңізде жоқ, ол емес. Сіздің ішіңіздегі от. Сіздің действительно сол ақшаны игеретініңіз. Сіз расымен бұл кәсіпті тастамай, алып жүретініңіз. Бір нәрсені түсіну керек, кәсіпкерлік өмір ол алдыға қарай 2 қадам, артқа қарай 1 қадам деген. Адам сол стрессоустойчивый болса, коммуникабельный болса, ол алып жүре алады ол ношаны. Ал енді жаңағыдай енді сөзден ауытып қойыңызшы. Ренжіп жатыр сізге. Айбара ханым дұрыс емес деп. Не істейсіз? Адамға үміт береміз тағы да. Налдайсыз. Надежда деген нәрсе бар, Келесіне қатысамыз деп айтасыз. Асылтасқа қатысамыз. 5 миллионның грантын ұтамадым. Сіз сонда бір адамды алсаңыз, до конца сол адам грант ұтқанша сөйлейсіз бе? Грант ұтқанша деп айтамаймын. Адамның өзіне байланысты. Кейбір адамдар жарты жолдан қолын ұстап кететіндер бар. Бұл құрсыншы. Қоя салатындар бар, иә. Ал қоймай жатса? Қоймай жатса, таси береміз ғой. Жүр, ана грантқа бар. Жүр. Алдындағы не деген скидка жасаймыз. 30%-ық скидка. Енді келесісіне деген сияқты. За ваши деньги все ваши капризы. Енді жаңағы өзіңіздің услугаңыздың ақшасын жеке адамдарға жеке айтарсыз. Бұл жерде ол жарнама болмай қойсын, иә. Жалпы неше кітап оқыдыңыз осы уақытқа дейін? Жаңа даму үстіндемін айттыңыз ғой, дамыдым, анадан сабақ алдым, мынадан сабақ алдым, неше кітап оқыдыңыз? Көбінесе Довлатовтың кітаптарын оқыдым, өтірік айтпай ақ қояйын, 4 кітап оқыдым. Толығымен. Ең ұнаған кітап сізге? Долги тают на глазах. Долги тают на глазах. Енді қазақтың, қазіргі таңда қазақ аудиториясын, қазақ елінің бір енді кітаптарымның бәрі орысша оқыған, сондықтан енді қазақша қалай аударып беремін. Қарыздарым көз алдыңда ериді. Ұстазыңыз кім? Так, қандай мағынада? Өмір жолында болсын, бизнес жолында болсын, 2 жолда кімді ұстанасыз? Кімді ұстазым деп санайсыз кімді? Құрмет Аубакиров. Құрмет Аубакиров. Өмір жолында да, жұмыс жолында да.
Түсінікті. Құрмет Аубакировтың кім екенін өздеріңіз көріп аларсыздар. Болмаса ол кісімен де ал келесіде сұхбат болып қалуы мүмкін. Амин. Так, Айбар ханым, қатты ашуланған күнде не айтасыз? Ашуланған уақытта. Бұл сұраққа жауап бермей ақ қояйын. Айтатынды айтасыз, бірақ. Ең қатты қуанған кезіңіз? Ең қатты қуанған кезім алғашқы сертификат алған кезім. Қандай сертификат? Наверное, это было такое, знаете, өзімді өзім признавать еткен уақытым болды ғой деймін бір. Өз-өзімді мойындаған уақытым екен. Астанаға барып сертификат алып келген уақытым. Есіңізде бар шығар, екеуміздің осы жолымыздағы бірінші менің қадамым еді ғой. Иә, түсіндім. Самал Атакелді ханымға барып, сіз сертификат алып, сахнада выступать етіп, жақсы. Түсінікті. Енді мана сөз басында, әңгіме барысында айтылды, мен жаңағы ата-апамның қолында өскен адаммын дедіңіз. Енді қазір таңда ата-анаңызбен өзіңіздің қарым-қатынасыңыз қандай? Так, бұл сұраққа жауап бермеймін. Жауап бермейсіз. Осымен 2 сұрақ кетті, 3-ші сұраққа міндетті жауап бересіз. Так, кешірімдісіз бе? Жалпы ашуланасыз, кешірімдісіз адамдар? Негізі өзімді жақсы адаммын деп сезінемін. Айтамын. Вообще негізі өзім солай ойлаймын да. Шай орамал кепкенше дейді ғой, негізі. Ашуым тез қайтады. Кешірімдісіз бе? Кешірімдімін, иә. Бірінші осы кешірім сұрай аласыз ба адамнан? Сұрай аламын. Қатты бір ренжітіп, сізді бір кешірмей қойған адамыңыз бар ма өмірде? Иә, бір адам болған. Болған ба? Ол кісі қазір тірі емес пе? Жоқ, бар. Бірақ онша араласпаймын. Араласпайсыз, бірақ әлі ішіңізде бар. Ішімде бар әлі. Неге кешіре алмайсыз? Енді жаңағы жауап бермеген сұрағымның да осы болған несі. Жақсы. Енді бір соңғы сұрақтардың бірі болсын. Қолыңызға 1 миллион теңге бердік. Сіз бірінші үшін қайқа жұмсайсыз? 1 миллион теңге? Қазір берді сізге қолыңызға. Көп шіркін-ай. Қолыңыз тапты. Осы қазір міне Давлатовта не болып жатыр ғой, акция болып жатыр ғой оқуында. Соның 1 миллионға сатып алушы едім оқу. Содан енді ары қарай бірдеме қылып ақша тауып, барып оқып келер едім Стамбулға. Ары қарай өзіңіздің, значит, дамуыңызға, өзіме инвестиция қылып салар едім. Оқуыңызға, даму жолыма. Себебі қараңызшы, бір Айбараның шамасы 300 әйелге келіп жатыр ғой. Егер де 1 миллиондық оқысам, бұл Айбараның шамасы қанша әйелге келер екен? Деп өзіңіз солай дейсіз. Өзіме деген нем. Қаншалықты, қанша пайыз, 100% деп алайыншы, соның ішінде қанша пайызға бүгінгі таңда қазақ еліне, қазақ аудиториясына көмегіңіз тиіп жатыр? Осы именно грантпен. Өте аз. Қанша пайызға келіп қалдыңыз? 30-35, білмеймін. 30-35-те жүрсіз. Бірақ мақсатыңыз 100-ге көтеру. 2 жылдан кейін Айбара ханымды қандай қылып көреміз? 2 жылдан кейінгі Айбара омбудсмен по правам защиты детей, женщин и детей. Жоқ дегенде бір мәслихаттама, мәжілісте ме отыруым керек енді. Сол жаққа бет тұрады. Неге? Неге мәслихатқа? Айттым ғой жаңағы, бұл проблема көп жерде аузы жабылып қалып жатыр. Үндемей қалып жатыр. Бір үндемейтін ауру болды бұл қазақтың. Қазақ әйелдерінің тоқпаққа көнуі менің жаныма қатты батады. Көзге көріп тұрса да үстіне 10 тонна тоналканы жағып алып магазинге баратын әйелдер үшін жаным ашыды. Не үшін? Күйеуінің сондай несі үшін, әйелдер ұялу керек. Мен жаңа айттым ғой сөздің басында, мен бұл тақырыпқа прям сөйлей беруге дайынмын. Менің көзім көгерген кезде бедірейіп тұрып шығатын көшеге, мақтанып тұрып шығатын көзім көгергенін көрсетіп. Неге? Мен жасырғым келмейтін. Оның маған жасап жатқанын. Түсінесіз ба? Оның маған шамасының келіп жатқанын басқалар да көрсін. Не үшін мен енді өзім қараңғы бөлмеде барып соғылып қалған жоқпын. Қасақана жасалған нәрсе екенін көру керек. Ол боль. Оны көп әйелдер жасырады. Оны көріп өсіп отырған қыздың самооценкасы қандай болады? Түсінесіз ба? Сіз қызыңызға сондай өмір сыйлайсыз ба? Қалайсыз ба сондай өмір? Сол үшін оны неге қазірден прям тамырынан қазып алып тастамасқа? Мен ешқашан да көрмеген, ол қазақтың салтына жат нәрсе. Біздің ешқандай дулыға келген, найзастаған батырымыз қатын ұрмаған. Ондай заман болмаған. Енді о заманда өмір сүрген жоқпыз, ештеңе айта алмаймыз, бірақ жалпы мен өз басым әйел адамды қорлауды, жоқ, о заманда өмір сүрген жоқпыз деген болмайды. Тарихнамалар бар ғой, жалпы. Мен тарихшымын, мысалға, бұл темаға сөйлей беруге мүмкіндігім бар, мысалға. Бірақ менің жаңа 2 жылдан кейін Айбара не істейді деген сұраққа мен осылай жауап беремін. Бұл осы проблеманы көтерер еді. Кәдімгідей. Қазір де көтеріп жатқан бар азаматтар, аз бірақ. Аз, оның қатары 2 жылдан кейін сонда мына грантты қойып кетесіз бе? 2 жылдан кейін? 2 жылдан кейін грант өзі де бітеді. 20-25 ұлттық жоба бітеді. Енді ары қарай білмеймін мемлекетте қандай өзгерістер болатынын. Бірақ
қараңыздар, біз осы жылдары 21 мен 25-нің ортасында қаншама кәсіпкер алып жатыр грантқа келіп, барлығының мақсаты ақша, бірақ на самом деле барлығы кәсіпкер болып отыр ғой. Ал енді сол кәсіпкерлерменен дальше жұмыс істейтін адам керек қой. Олар кәсіпкерлікті тастап кетпеу керек қой. Соны ары қарай дамыту жолында жұмыс жасаймыз. Каждый кәсіпкерменен ары қарай бизнесті тоқтап тұрған тығырықтан шығару. Мынандай нәрсе бар. Шығынсыздық нүктесі деген бар кәсіпкерлерде. Шығынсыздық нүктесі не кіріс жоқ, не шығыс жоқ. Бір орында тұр. Оборудование бар бірақ. Төленіп жатқан аренда бар, То есть не убыток емес, ну и не өсіп жатқан жоқ, Сол кәсіпкерді сол орнынан қозғау ары қарай. Сол жөнінде жұмыс жасайтын боламыз. Проекттер дайындалып жатыр ол жағынан. Түсіндік, Айбара ханым. Енді біздерде құрметті көрермендер, мана YouTube осы канал басында айтып кететін жайт болған, бірақ мен қазір айтып отырмын оны. Біздің Айбара ханым бүгінгі сұхбатты көріп шыққаннан кейін Айбара ханымға комментарияға астында қолдау көрсетсеңіздер, болмаса да сұрақтарыңыз болса жазып кетсеңіздер болады. Соның ішінде бір сұрақты Айбара ханым, болмаса бір комментарияны Айбара ханым өзі таңдап, және өзі ол кісіге бір сыйлық беретін болады. Ол сыйлықты біз келесі бағдарламамызда көрсететін боламыз, Айбара ханым. Келістік қой, жақсы. Так, Айбара ханым, сізге енді ең соңғы сұрақ. Соңғы сұрақ. Соңғы сұрақтардың бір деген болатын. Енді осы ең соңғы сұрақ. Қазіргі таңда Айбара ханымның доходы қанша? Ашып айту керек па? Енді примерно мұншадан мұншаға дейін тауып отырмын деп айтсаңыз болады. Осы соңғы айды айтайын? Болады ма? Әрине. Соңғы айым 1 миллион 200 болды. 1 миллион 200 бір айда тауып отқан доходыңыз. Соңғы ай ғана 1 миллион 200. Бұл осы грант жобасына байланысты. Консалтингтің өзінен ғана. Жақсы, Айбара ханым, өте бүгінгі сұхбат бізде өте тамаша сұхбат болды деп ойлаймын. Ашыла білдіңіз. Барлық сұрақтардың барлығына жауап бердіңіз. Тек екі сұраққа жауап бермедіңіз. Енді оны ары қарай біздің көрермендер өздері топшалап алар. Жалпы енді әр адамның өзінің ішінде бір жасырын дүние болған дұрыс деп те ойлаймыз жалпы. Сондықтан Айбара ханым бір екі сұраққа жауапсыз қалдырды. Сіздер өздеріңіз осы жерде комментарий болмаса Айбара ханымның жеке басына байланысты сұрақтарыңыз, жұмысына байланысты сұрақтарыңыз болса, осының астына комментарий ретінде жазып кетсеңіздер болады. Сізге көп-көп рахмет. Алла әрбір ісіңізді берекелі, мерекелі қылсын. Отбасыңызбен аман, есен, бақытты болыңыз. Алар асуларыңыз көп болсын. Баршаңызға қайырлы күн. Тағы да кездескенше сау саламатта болыңыздар.